Мұрын аймағы жалпы сыртқы мұрыннан, мұрын қуысынан және мұрын қуысымен байланысатын мұрын маңы қойнауларынан тұрады. Сыртқы мұрын назус экстернус, оның түбірі радикс нази, дорсум нази арқасы және алдыңғы қарай мұрын ұшына дейін төмен түседі. Ал бүйір жағы мұрын қанаты ала нази деп айтылады. Мұрын қанаты мен мұрын ұшының арасында нарис танау тесігі, ол сыртқа қарай атмосфераға қарай байланыстырушы бөлім болып табылады. Жалпы сыртқы мұрынның негізі сүйекті және шеміршекті болып келеді. Сүйекті негізін остеология бөлімінде оқыған мұрын сүйегі мен жоғары жақ сүйектің маңдай өсіндісі құрайды. Ал шеміршекті бөлігін оның бірқатар шеміршектер құрайды. Оның ішінде ең үлкен бөлігі бүйір бөлігін құрайтын картилагенс назолатералис бар. Сосын үлкен және кіші қанатының шеміршектері картилагенс аларис майорис минор. Одан басқа қосымша шеміршектер болады. Картилагенс назол аксессориус және мұрын пердесінің шеміршегі картилагенс септинази болады. Бұл мұрынның, сыртқы мұрынның сүйекті негізін құрайтын бөлігі қозғалмайды, ал шеміршекті бөлігін құрайтын мұрынның бөлігі ол қозғалмалы келеді. Келесі мұрын қуысы кавумнази. Бұл мұрын пердесі арқылы, септумнази арқылы екі жартыға бөлінеді. Оң жақ, сол жақ жартысына бөлінеді. Мұрын қуысы алдынан мана айтқан нарис арқылы атмосферамен, ал артқы жағынан хуана арқылы жұтқыншақтың мұрын бөлігімен байланыс жасайды. Жұтқыншақтың мұрын, ауыз және көмей бөлімдері бар еді. Енді әрбір жартысының төрт қабырғасын ажыратады. Жоғарғы қабырғасы, төменгі қабырғасы, медиалды қабырғасы және латералды қабырғасын ажыратады. Сүйек бөлігінде оқығандай, жоғарғы қабырғасын мұрын сүйегі, маңдай сүйегінің мұрын бөлігі, торлы сүйектің ламина креврозасы және артқы жағында сына тәріз сүйектің денесі құрайды. Бұны мына препараттан да байқауға болады. Төменгі қабырғасын ауыз қуысынан мұрын қуысын бөліп тұратын қатты және жұмсақ таңдай. Дәлірек айтатын болсақ, жоғарғы жақ сүйектің таңдайлық өсіндісі остеология бөлімінде оқыдық және таңдай сүйектің горизонтальды табақшасы құрайды. Медиалды қабырғасын мұрын пердесі құрайды. Оны құрайтын жоғарыдан төмен қарай торлы сүйектің перпендикуляры табақшасы, өрі сүйек, вомер және ол алдыңғы жағында манағы айтқан картилагенс септиназимен байланысады. Сөйтеді мұрын пердесін, немесе мұрын қуысының медиалды қабырғаларын құрайды. Ал латералды қабырғасын құрайтын жоғарғы жақ сүйек денесінің мұрындық беті және жоғарғы жақ сүйектің маңдай өсіндісі. Әрі қарай торлы сүйек қатысады. Сонымен қатар сына тәрізді сүйектің қанат тәрізді өсіндісінің медиалды табақшасы қатысады және таңдай сүйектің перпендикулярлы табақшасы мұрын қуысының латералды қабырғаларын құрайды. Бұл осы мұрын қуысы ішінен шырышты қабатпен қапталған. Шырышты қабатпен қапталған, шырышты қабатын қапталынан кейін мұрын қуысының негізі ол демалған кездегі ауаны өңдеу. Яғни бұл шырышты қабат кірпікшелі эпителиймен қамтамасыз етілген, сондықтан ол ауаның құрамындағы шаң тозаңдар ұстап қалады. Шырышты қабаттың астында көптеген ұсақ бездер көп. Бұл бездер секрет бөледі, сол бөлу арқылы секрет шаң тозаңдарын істейді, орайды, сөйтіп сыртқа шығаруға ықпал етеді. Және осы бөлген секреттерінің арқасында демалған кездегі ауа ылғалданады. Және шырышты қабаттың астында ірі веналар, тамырлар өте көп, вена тамырлары, сондықтан өткен ауа жылтылады. Сөйтіп біздің әрі қарай төменгі тыныс жолдарына бағытталатын ауа осындай өңдеуден өтеді. Мұрын қуысының бүйір қабырғасы өте күрделі. Бүйір қабырғасында біз үш мұрын қалқанын көре аламыз: жоғарғы, ортаңғы және төменгі мұрын қалқандарын, және олардың арасында мұрын жолдарын көреміз. Жоғарғы, ортаңғы, төменгі мұрын жолдарын. Жоғарғы мұрын жолына сына тәрізді қойнау, торлы сүйектің артқы ұяшықтары ашылады, сөйтіп байланыс жасап тұрады солармен. Ортаңғы мұрын жолына маңдай қойнауы және жоғарғы жақ сүйектің қойнауы синус максиллярис немесе гаймер қуысы ашылады. Және торлы сүйектің алдыңғы ортаңғы ұяшықтары ашылады. Ал төменгі мұрын жолына мұрын көз жасы каналы арқылы, өзегі арқылы көз шарасымен байланыс жасайды.